Көңіліңіз қалай? Нормально. Бүгін жігітіңіз келді ма эфирге? Я келді. Айдана, бізде осы жас қыздар мен үлкен қыздар туралы тема көп болады ғой. Сол біздегі отырған, сіздер енді үлкен қыздар деп айта алмаймын, орта жастасыздар ғой, ондай, жас қыздардан айырмашылықтарыңыз қандай? Мысалы, 18-19, 2004, 2005, 2004 жоқ қой енді бізде, 2005, 2000 қанша? Короче, сол 2002 дегенде. Маған, например, өзімнің жасым өте қатты ұнайды, потому что, как бы, есть же прикол. Нравимся и 20-летним мальчикам, и 40-летним дядькам дегенде. Ең күшті жас осы біздің жас, потому что, менің лично өзіме деген сенімділігім, махаббатым, вот, чем 18-19 жастарына қарағанда намного больше. Самоуважение деп айтамыз ғой. Да и вообще опыт деген нәрсе негізі, айтады оны ошибка хочется деп. Біреудің и просто, например, мен өзгелердің почему-то қабілеттерінен бұрында лично сабақ ала алмайтын вообще. Обязательно өзім ұрынып, соғынып, әйтеуір солай. Так лучше дегенде, у нас стоит ошибка хочется. И әрбір, например, қасиеттен біз бір сабақ аласыз, да? И оны болашаққа жөнге тырысасыз. Но есть такое, я не говорю, что я идеальная, да? Қайта қайталанатын әлі де қателіктер бар, да? И вот бүгін почему у меня такое настроение, я просто думаю, почему сіз ала алмай жатыр деген. Но қазіргі 18 жасар қыздармен, например, біздің кездегі 18 жасар қыздардың айырмашылығы жер мен көктей. Я не говорю, что ол жақсы или жаман, бір жағынан жақсы. Қазір 18-19 жасар қыздар не керегін біледі, уже там ақшаға да қарайды, өз-өзін пипецкан бағалайды, да? Опять-таки, если это не в кавычках. Бірақ почему-то оқымайды. Үлкендерге деген бір сыйластық деген нәрсені онша біле бермейді. Какое-то странное другое воспитание. Потому что біздің кезімізде, например, менен бір жас үлкен адамға сіз деп сөйлейтін әрдайым. Ең соңғы елдің соңы болып келген жігіт. Қайда болдыңыз, не істедіңіз? Сіз де кеше қыздар сияқты еркінсіп кеткен сияқтысыз. Кеше қыздар сияқты дейсіз бе? Жас қыздар сияқты. Қыздар сияқты емес, олар ылғи кешігеді ғой, мен бір-екі рет қана. Өзі сондай айына бір-екі рет кешікпесем ішім ауырады. Жарайсыз. Сіздің парақшаңызға жазылсын ба? Достар, құрметті Қосылар жобасының көрермендері, оқырмандары, жазыңыздаршы маған, тіркеліңіздерші. Полный тіркеліңіздерші, күшті. Каверлар түсіреміз агенттігіміз, гитарамен, былай да былай. Эфирде де айтамыз бұйырса. Сол үшін жоғалтып алмаңыздар Алматтың парақшасын. Кешік келсе де жақсы бала болған соң енді жазылып тұрыңыздар енді. Айып етпеңіздер. Қайталанбайды келесі. Алматты көру үшін емес, Әйгерімді көру үшін жазылыңыздар парақшасына. Өзгеріске ұшыраған еңлік. Еңлік, өзіңізге ұнап жүр ма? Бірақ андай барған сайын кішірейіп жатқан сияқты көрініп отыр. Өзімеше бір еще хочу деп істеп жатыр. Мәссаған. Еңлік, сіздің, жас қыздардың бізде жобадағы үлкен қыздардан айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Мысалы бізде, Жасымызда шығар, скорее всего, басқа. Сол жаста ғана ма? Жастардың кішкене болсын тәжірибелері аз ғой. Үлкен кісілер деген қалай етті. Енді чем үлкен қыздар, олар кішкене бізге қарағанда тәжірибелі болып келеді. Өмірден сабақ алған болып келеді.